Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Альбина. Менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі дәмді шоколадты печеньені дайындайтын боламыз. Өте қарапайым жасалу жолы және де үйдегі бар тағамдардан жасалады. Сонымен қатар 15 минутта ғана дайын болатын печеньенің рецептісі. Ең алдымен осы печеньенің құрамына керекті заттардың бәрін дайындап алыңыздар. Яғни бұның құрамына ең бірінші жұмыртқа керек. Жұмыртқа бөлме температурасында болу керек. Содан кейін кішкене шым-шым тұзымызды саламыз. Одан кейін барып қантымызды саламыз. Және де ерітілген сары майымызды саламыз. Сонымен қатар бөлме температурасындағы суымызды құямыз. Барлығын бірге араластырып аламыз да біркелкі масса шығарамыз. Венчиктің көмегімен, миксердің көмегімен немесе шанышқының көмегімен де араластыруға болады. Массамыз дайын болғаннан кейін келесі құрғақ ингредиенттерге көшеміз. Бұл жерде бізде ұн, какао және ванильный сахар дейміз орысша. Сонымен қатар қамыр қопсытқышты да салып барлығын бірге біркелкі масса ұшқаш араластырып аламыз тағы да. Сұйық массамызбен құрғақ қоспамызды әрбіреуін жеке-жеке дайындап алғаннан кейін сұйық массамыздың үстіне біртіндеп қосып ұнымызды біркелкі қамыр шығаратын боламыз. Егер қамыр тым жабыспақ болып шықса, онда кішкене ұн қосуға болады. Пешімізді қыздырып қоямыз. Оған дейін формамызға осындай пергамент қағазын төсеп, печеньеларымызды салатын боламыз. Ендігі кезекте печеньеміздің пішінін келтіретін боламыз. Осындай үлкен қасықтың көмегімен кішкене қамырды алып қолымыздың көмегімізбен осындай дөңгелек пішінді печенье жасап шығарамыз. Печеньенің көлемі әрі пішіні өзіңізге байланысты. Үлкен қылдырып та, кішкентай қылдырып та жасауға болады. Менде осындай үлкендеу печеньелер шықты. Барлық печеньені осылай пергамент қағазына салып алып, арасын алшақтатып қоямыз. Содан кейін қалауларыңыз бойынша үстіне ұнтақталған қантты себуге де болады. Сонда әдемі болып пісетін болады. Міне біздің печеньеларымыз да дайын болды. Қарасаңыздар, өте сондай әдемі болып шықты. Әрбір қонаққа пісіріп дайындауға болады. Ең бастысы 15 минутта ғана піседі және үйдегі бар тағамдардан жасалынады. Жасалу жолы өте оңай. Өздеріңіз де дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.